Бауырды сауықтыратын жеміс. Күн суыта бастағанда жас балалардың жөтеліп қалуы жиілейді. Мұндайда дәрі орнына емге құрманы пайдаланып көріңіз. Оның шырынын сығып алып, 3,5 қасық қайнаған жылы суға араластырып, тамақты шайса, жөтел тез жазылады. Күз қоштасып, қыс түспей тұрған уақыттағы ауа райының құбылуы көп адамда жүйкенің ширығын тудырады. Адамдар болмашыға бұрқ-сарқ етіп, тез ашуланады. Ойыңызда ашу бас көтеріп келе жатқанын байқасаңыз, дереу бір дана құрма жеп алыңыз. Ол жүйкені тыныштандырып, сабасына түсіреді. Маусым ауысуы жүрек қан тамырлары ауруынан зардап шегетіндер үшін қауіпті кезең саналады. Оның да әдісі құрма деп жазады. Ондағы глюкоза мен сахароза жүрек қан тамырларына жақсы әсер етеді. Ол жүрек айналасындағы бұлшық еттердің жұмысын жақсартып, қан айналымын реттейді. Қайырлы күн достар! Бүгінгі видеомызда құрманың адам ағзасына қаншалықты пайдалы екеніне тоқталатын боламыз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны міндетті түрде баса кетіңіздер. Қан қысымы ойнақтағанда, яғни көтерілсе де, түссе де құрма жеңіз. Ол жақсы көмектеседі. Аз қорталмай қиналғанда да 1-2 дана құрма жегеніңіз жақсы. Жұмысқа зейін қою қиындап, бойды жалқаулық билесе, себепсіз қалжырасаңыз да құрма жегеніңіз жөн. Ибн Сина құрманы қалжырап шаршаған адамға жеуге кеңес берген. Ол көңіл күйді арттырып, уайымды ұмыттыра алады. Ағзаның белсенділігін арттырады. Жеміс атаулының ішінде қан аздықпен жақсы күресетіні, ағзаны йодпен байыта алатыны да осы құрма. Ондағы йодтың ағзаға сіңуі де басқа жемістерге қарағанда жоғары. Құрамындағы В1, В2 витаминдерінің қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Негізі әр жемістің өзінің пісіп жетілетін маусымына сай дертке шипа болатын қасиеті бар. Құрманың да құпиясы осында. Ол ағзаны қыста болатын витамин тапшылығынан сақтайды. Өйткені құрмада А, С, П витаминдері, калий мен кальций, сондай-ақ магний мен фосфор мол кездеседі. Ал магний дегеніңіз бүйректе тас байлануының алдын алатын, қан қысымын қалпына келтіруге көмектесетін элемент. Созылмалы бүйрек ауруының қан қысымының осы кезде жиі сыр беретінін ескерсек, жаратушы оның емін де маусымына сай беріп отыр демеске лаж жоқ. Израиль тағамтанушылары құрма алмадан 2 есе пайдалы деп санайды. Олар 6-7 дана құрманы бөлшектеп, 1 кесе суға салып, бірнеше сағат тұрған соң суын сүзіп алып, күніне 2 мәрте ысытып ішіп отырса, 2 апта көлемінде бүйректегі тас та түсетіндігін дәлелдепті. Бұл емді үй жағдайында жасауға болады деседі. Бірақ естеріңізде болсын, құрманы сүтпен немесе мұздай сумен араластырып жеуге болмайды. Ондай жағдайда құрмадағы 100% пайдалы деп отырған витаминдер бір-ақ сәтте зиянды болып шыға келеді. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.